Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері. Бүгін әдеттегідей сіздерге тағы да тамаша жаңалықтарымызды дайындадық. Көп созбайық, бірден бастайық. Бүгінгі жаңалықтардың андатпасы Ньюкасл ПСЖ-ның қақпашысы Кейлор Навасты қатарларына қосқысы келеді. Месси Барселонаға қайтып келеді деген көп ақпараттар шығуда. Және де видеоны соңына дейін көрейік. Видеоның соңында хабарландыру бар. Олай болса, біз бастаймыз. Кеттік. Эвертон өздерінің бас бапкері Рафаэль Бенитесті жұмысынан босатқан болатын, қуып жіберген болатын. Өте дұрыс шешім қабылдады. Одан ертерек те қуып жіберу керек еді. Себебі Бенитестің статистикасын айта кетейік, 13 ойында бір ғана жеңіс. Естімей қалғандарға тағы айтайық. 13 ойын өткізген, бір ғана жеңіс алған. Және де Бенитес Эвертонға келген кезде кәдімгідей шулатып келген болатын. Эвертонның жанкүйерлері де риза болды. Бенитес жақсы жетістіктерге жеткізеді. Эвертонның тарапынан жақсы таңдау болды деп кәдімгідей жаңалықтар кеткен болатын. Бірақ менің ойымша Бенитес топ бапкерлердің қатарынан кетіп қалғалы қашан. Енді Эвертон аяғын аңдап басатын болады. Жақсы бапкерлерді таңдау үстінде ең бірінші Бельгияның бапкері Мартинесті қатарларына қосқысы келеді деген ақпарат көздері бар. Және де одан бөлек Челсидің алдыңғы бапкері Лэмпардты қатарларына қосқысы келеді. Дерби Каунтидің бапкері Руниді қосқысы келеді қатарларына. Және де Руди Гарсияны да қатарларынан көргісі келеді екен Эвертонның. Ал енді Эвертонда тағы да бір нұсқа бар. Ол Данкан Фергюсон команданы, осы клубты осы маусымның соңына дейін апаруы мүмкін деген. Негізінде біздің ойымызша Руни баптаса жақсы болар еді деген ойдамыз. Бұрынғы ойыншы ретінде жақсы жетістіктерге Рунидің жоғары жақтан көрінгенін қалаймыз. Және де Астон Виллаға қарсы өтетін ойын бар алда. Соған дейін Руни команданы алса, және де Манчестер Юнайтедтің аңызы мен Ливерпульдің аңызы бапкер ретінде кездессе жақсы болар еді. Мбаппе деген сайын Мбаппеде сенімділік көбейген сияқты. 21-ші турда ПСЖ мен Бресттің ойыны өтті. Сол жерде Мбаппе Бресттің ойыншысы Юго Маньеттимен қақтығысып қалды. Маньетти Мбаппені өткізбей қойды. Және де Мбаппе оған көңілі толмай, сен менің жолын жауып тастадың деп қолынан ұстап әңгіме айтты. Ал соны көрген төреші екеуін ажыратып, екеуіне де сары қағаз берді. Ал осы жерде Мбаппе ашуланды. Сенің есің дұрыс па? Маған не үшін сары қағаз беріп тұрсың? Мені ойынның тәртібі бойынша тоқтатып тұрған жоқ. Сен бұл ойынды жүргізуге лайық емессің деп басты төрешіге ұрысты. Және де бұрылды да алаң жиегінде тұратын қосалқы төрешіге де айқайлап ұрысып тастады. Сен не күзетіп тұрсың, не қарап тұрсың деп. Ювентустың жағдайы нашарлаған сайын жаңалығы көбейіп жатыр. Алдында да бір шығарылымда айтқанбыз. Ювентус Ресейдің клубы Зениттің шабуылшысы Азмунға қызығып жатыр деп. Және де сол жаңалығымыз шындыққа айналды. Ақпарат көздері бізді алдамады. Ювентус Азмунды қатарларына қосқысы келеді. Және де Зенитпен келісімге келіп қойғанда тәрізді. Азмунның келісімшарты Зенитпен бір жылдан кейін бітетін болады. Азмунға және де Лион да қызыққан екен, және Лион да Зенитпен сөйлесіп көрген екен. Ал Зенит болса Лионға да, Ювентусқа да бір бағаны айтып отыр. Лион неге бас тартып атқанын мен түсінбедім. Шамасы Ювентус Влаховичті алады, біз Азмунды аламыз деп сеніммен отырған сияқты. Ал енді Лионға да, Ювентусқа да айтқан бағасы Зениттің 5 миллион евро. Негізінде жалпы трансфер маркет басылымы бұл жігітті 25 миллион евроға бағалап жатыр. Бұл жігіттің Зенитпен келісім шарты бір-ақ жыл қалғаны үшін 5 миллион евроға болсын сатып қалайық деген ойлары бар зениттықтардың. Ал енді Ювентустың қатарына келсе, Азмун ойнап кете алады ма, және де Ювентусқа күш қоса алады ма, Ювентусты алдыға сүйрей алады ма деген сауатты сұрақтар бар. Сіздердің ойларыңыз қандай? Өз ойларыңызды, пікірлеріңізді әлбетте комментарияға жазып кетуге болады. Ал ирандық шабуылшы Азмунға біздің тараптан тек қана сәттілік тілейміз. Европаға қош келдің дейміз.
Ал енді футбол жаңалықтарын Қазақстанның футбол жаңалықтарымен жалғастырайық. Нұралы Әліп деген біздің алтын бала бар. Зенитқа жақында ауысады, негізгі құрамда ойнайды деген үлкен сеніміміз бар. Қазір Нұралы Әліп Зениттің оқу жаттығуында жүр және де сол жерде жүріп алғашқы сұхбатын берді. Зенит жайлы ойын айтты. Зенит өте мықты клуб, Европаға шығып жүрген клуб. Зениттің деңгейі де өте жоғары. Жақында ғана Ювентус, Челси, Мальмеге қарсы өткен ойындары осының айқын дәлелі деп жауап берді. Және де бір жақсы жері, бір қуантқан жері қандай сұрақ қойса да қазақша жауап беріп тұрды. Және де Зениттің журналисті оқу жаттығу жиындары қалай өтіп жатыр, ойыңыз қандай деген кезде Нұралы Әліп өте керемет өтіп жатыр. Мен өмірімде бұндай жаттығуды көрмегенмін, күніне 2 рет жаттығып жатырмыз деді. Бұндай жаттығуды көрмегенмін, күніне 2 рет дайындалып жатырмыз, 2 рет жаттығып жатырмыз дегеніне қарап мен басымда бір қызық ой туындап қалды. Сонда Қазақстанның ойыншылары қалай жаттығады екен деген. Не болса да Нұралы Әліпке сәттілік. Нұралы Әліпті әр жаңалығымызға қосып жатырмыз. Енді бұйыртса Зенитқа ресми түрде ауысты деген жаңалықты да сіздерге жариялайтын боламыз. Ал енді Эден Азар жайлы әңгіме айта кетейік. Эден Азар ойнамаса, алаңға шықпаса тозар деген осы жігіт. Эден Азардан Реал Мадрид қайтсек құтыламыз деп жан-жақты нұсқалардың бәрін қарап жатыр. Бірақ Эден Азардан жылдам құтылуға бұл жігіттің үлкен көлемдегі жалақы алатыны кедергі болып жатқан жайы бар. Эден Азарды осы қыста сатып жүрсек қандай керемет болар еді деп Реалдың басшылары да Карло Анчелотти да сараптама жасап отыр. Азарға қазір ешкім сенбейді, бірақ Азарға қызығып отырған 2 клуб бар. Оның бірі Милан, екіншісі Челси. Челси осыдан 1-2 жыл бұрын қателеспесем Реал Мадридке Азарды алайық деп 50 миллион евро ұсынған болатын. Ал Реал Мадрид сол кезде бас тартқан еді. Сол кезде жібере салғанда Азардың болашағы үшінде сол шешім жақсы болар ма еді деген ойдамыз. Менің ойымша Азар Челсидің ойыншысы, Челсида өзін қайта аша алады. Ал енді Барселонаның ерке баласы Дембеле жайлы әңгіме айтайық. Дембеле әлі де Барселонаның басшыларын зарғақсатуда. Себебі мен 20 миллион евроға, 25 миллион евроға ойнамаймын, мен жоғары деңгейдегі ойыншымын деп өзіне өзі тым жоғары баға беріп қойған сияқты. Барселонамен мен келісімшартты созбаймын және де қыста да ешқайда кетпеймін. Бұл трансферде жазда еркін агент болып тегін командадан кететін боламын деген шешім қабылдаған сияқты. Ал Дембеленің агенті айтады, Барселона келісімшарт ұсынғаннан бұрын Дембелені әбден ашуландырып болды. Олар келісімшарт ұсынып жатқан жоқ, қысым көрсетіп жатыр, қорқытып жатыр, алаңға шығармай, мынау деген әңгімелер айтып жатыр дейді. Ал біздің мықты инсайдер Фабрицо Романо айтады, Дембелеге Ньюкасл өзінің қалаған ақшасынан да көп ақша ұсынып отыр. Дембелені де риза қылатындай, Дембеленің агентін риза қылатындай, жалпы бас тарта алмайтындай үлкен суммадағы келісім шарт ұсынып жатыр дейді. Фабрицо Романо айтады, ол әлбетте бірден келіспейді. Еркін агент болып кеткендіктен Дембелеге қызығы отырған клубтар көп және де бәрін сараптап, бағаларын қарап, болашағын қарап барып, бірақ ауысатын болады. Бірақ нақты Дембеле Барселонада қалмайды дейді. Ал осылайша Барселонаның ерке баласының ертегісі біткен сияқты. Ральф Рангник Манчестер Юнайтедтің сапында өзінің алғашқы трансферін жасауға дайын екен және де жас мықты ойыншыны алуға әзір. Ральф Рангникті жалпы осы тәсілімен көпшілік таниды. Арзан жас ойыншыларды алады. Олар 5-6 ойыннан кейін, 1 жылдан кейін 10 есе, 15 есеге қымбаттап кететін ойыншыларды Ральф Рангник таба алады. Журналист Шрегердің айтуы бойынша Рангник Амаду Айдараны Манчестер Юнайтедтің қатарына қосқысы келеді.
Амаду Айдара қазір Лейпцигтің сапында өте жақсы ойын көрсету үстінде. Айдара жайлы айта кететін болсақ, 23 жастағы жартылай қорғаушы. Өте жақсы физикалық мықты ойыншы, және де ұзақтықтағы пасты, жақындағы пастың бәрін әдемі бере алатын ойыншы, жақсы поляны көре алатын ойыншы, және де отбор кезінде қарсыластан допты алу кезінде өте мықты жұмыс жасайды, позицияны жақсы таңдай білетін ойыншы. Манчестер Юнайтед әрине Амаду Айдараны Погбаның орнына алайын деп жатыр. Погба, білесіздер, осы жазда Манчестер Юнайтедтен тегін кететін болады. Қайда кететінді біліп отырған шығарсыздар. ПСЖ деген алпауыт Погбаны аңдып отыр. Ал енді Манчестер Юнайтед сәтті трансфер жасағалы отыр деп ойлаймыз. Манчестер Юнайтед Амаду Айдараның трансферінде жақсы бағалап ала алады. Лейпцигті ренжітпейді деп ойлаймыз. Және де Манчестер Юнайтед Ральф Рангниктің таза орнына отырғызып қойсақ па деп отырған жайы бар екен. Ральф Рангник осындай жағынан клубқа еңбегін сіңірсе, қызмет етсе, жас ойыншылар, жақсы ойыншылар, перспективасы бар ойыншылар табумен айналысса, бапкерлікті қойса деген ұсыныстарда бар сияқты. Жалпы Ральф Рангникті Манчестер Юнайтедтің басшылары осы маусым соңына дейін болады деген еді, бірақ қазіргі Юнайтедтің ойынына қарап, ол ойларынан айнып қалған сияқты. Қазір Ральф Рангникті орнынан босатып, орнына жаңа бапкер осы қыста алсақ деп отыр. Оның бірі Почеттино болса, екіншісі Тен Хаг. Осы екі бапкердің біреуі осы қыста Манчестер Юнайтедқа келіп қалуы мүмкін. ПСЖ-ның қақпашысы Кейлор Навасқа Ньюкаслдың көзі түсіп отыр. Ньюкасл қалайда АПЛ-да қалғысы келеді осы маусымда, және де футболда ұғым бар, қақпашы жарты команда деген. Ал енді Ньюкасл осы ойымен жарты командасын бірақ жасап алғысы келіп отыр. Навас қазір Доннарумаға жаймен орнын беріп келе жатқан сияқты, сондықтан да Ньюкаслға дер кезінде ауысып кеткені де жөн шығар. Навас Реал Мадридтен ПСЖ-ның сапына келген болатын 15 миллион евроға. Қазір трансфер маркет басылымы Навасты 10 миллион евроға бағалап отыр. Навас пен ПСЖ-ның келісім шарты 1,5 жылдан кейін аяқталатын болады. Ал енді Месси Барселонаға қайтып келеді деген ақпараттарда шығуда. Месси былтыр Барселонамен қаржылық мәселелерге байланысты келісім шартты соза алмай амалсыздан Париж Сен-Жерменға, ПСЖ-ға ауысқан болатын. Бірақ Париждағы жағдайларға Мессидің отбасының көңілі толмайтын сияқты. Антонелло Барселонаға қайтсақ дұрыс болар еді деген өзінің ұсынысын Мессиға айтып жатыр екен. Бұған Мессидің ойынының жүріп жүрмей жатқанының қатысы жоқ. Мессидің ойыны жүріп кетуі мүмкін, жақсы баяғы деңгейдегі ойынды көрсетуі мүмкін. Бірақ Мессидің отбасына қиын болып жатыр, балаларына қиын болып жатыр. Балалары француз тілін үйрене алмай жатыр, және де мектептегі жағдайлары да нашар балаларының. Сондықтан да отбасының қамын ойлаған әке ретінде Барселонаға қайтада Месси қайтып келуі мүмкін. Оған қоса Дани Алвесті, Хавида Мессиға қайтып кел деп Мессиді үгіттеп жатқан жайы бар екен. Ал Барселонаға Мессидің қайтып келуіне бір-ақ адам қарсы, ол Мессидің әкесі Хорке Месси. Ал Хорке Месси Барселонаның қазіргі президентін ұнатпайды, себебі Мессиға сатқындық жасаған осы Жоан Лапорта деп санайды. Ал енді осы жерде Мессидің мия шитін кезі келді. Әйелімді тыңдайын ба, әкемді тыңдайын ба, балаларымның болашағын таңдайын ба деген 5-6 сұрақ басына келіп жатыр. Бірақ бұл ақпаратты шығарған әлемнің ең мықты басылымы, айтқан дәл келетін басылымдардың бірі. Сондықтан да Месси Барселонаға қайтып келуі әбден мүмкін жағдай. Ал енді достар, мен мына алдыңғы жаңалықтардың бәрін жазып тастаған 1 сағат бұрын. Мен мына жаңалықты айта алмай жатырмын. Мен хабарландыру дедім жаңалықтардың соңында. 1 сағат өтіп кетті, әлі ойланып отырмын, қалай жеткізем, не айтам деп. Енді кеше болған жағдайды айтып берейін мен. Осы Алтын доп каналының Instagram парақшасы бар, сол жерде мен сөйлесіп отырам, пікір алмасып, жазған адамдарға жазып, бір жігіт жазып жүрген маған, Дінмұхаммед деген.
пассажир алгачан ойнайды, осындай деп. Сонымен пикир алмасып жазып жүргөнбүз. Бир кезде кеше маған бир сурет жиберди, ага мен осындай баламын деп. Мен не истеримди билбей калдым, не жазарымды билбей калдым. Көмөктесе аласызбы деди. Ол жагдай энди билмейм, өтө ауыр, кәдимгидей кабылдадым мен, катты кабылдадым, аяк асты өткөн, күтпөдүм мен осындай баламын деп кеп турганда, жап-жас 16 жастагы бала. Бирден әрине көмөктесемин дедим, колумдан келгенче мен сенин Каспий голдуңду бәрін жибер салайын. Енді сөйлей аласың ба деп едім. Сөйлей алады екен аздап. Содан кейін видеозвонокко шықтым. Видеозвонокпен сөйлескенде жүрегім кәдімгідей пачасы шығып кетті ғой жүрегімнен. Сондықтан достар, 10 мың адам отырмыз. 10 мың адам бір қазаққа, бір қазақтың баласына тамшыдай болсын көмектесейікші. FIFA ойнап жүргендер бір күн FIFA ойнамай қояйық. Суши жеп жүргендер бір күн суши жемей қояйық. Ставка қойып жүргендер бір күн ставка қоймай қояйық. Жалпы бір күн бір нәрсені қысқартып, Димаштың еміне үлкен бір көмек жасап берейікші. Негізі садақа деген саған келе жатқан қауіптің бетін қайтарады екен. Саған келе жатқан жамандықты тоқтатады екен. Сондықтан да достар, Димашқа да өздеріңізге де бір үлкен жақсылық жасасаңыздар. Димаш Ақтауда тұрады, анасы бар, бір қарындасы бар, бір інісі бар. Анасы жұмыссыз, әкесі жоқ екен. Сондықтан достар, қазір мына YouTube-ті көріп отырсыздар, басқа жаққа ауысып кетпей, басқа жерді аралап кетпей, қолдан келгенше 1 минут қана уақыттарыңызды бөліп Димашқа көмектесейік. 1 минут қана уақыттарыңызды бөлесіздер, болды. Садақаның, сауаптың үлкен кішісі болмайды. Әркім қолынан келгенше көмек жасасаңыздар. Мына жерде Димаштың өзінің анасының Каспий голды осыған жіберсеңіздер. Біз 10 мыңбыз деп мақтанғанымыздан ешқандай пайда жоқ, ешқандай қайыр жоқ шығар, бір қазаққа көмектесе алмасақ. Сондықтан да Димашқа көмектесек, айтпақшы, Димаш Реал Мадридтің жанкүйері. Футболға қызығатын өзіміздің арамыздағы бауырымыз. Сондықтан да достармен қайта-қайта өтінбей қояйын, мен сіздерге сенемін, барлықтарыңыз жүректеріңізде жылуы бар, жанашырлық бар. Себебі сіздер қазақсыздар. Қазақтың қанында бар бір-біріне көмектесу деген. Димаш бауырымызға Алла тағала жар болсын, шипа берсін. Ал Димашқа көмектескендерге Алла разы болсын. Рахмет. Soralar solgun, soralar beri soralar.